толық ақпаратты Facebook парақшамда сағат 2 мен 2:30 арасында бүгін беремін. Қазір жаттығуын көрсетейін. Ол жаттығу патшайының үстіне мен патшаның үстіне. Бұл барлық адамдар істей береді. Міне тіке иықтарыңызды тіке ұстайсыздар, міне тіке ұстайсыздар, мойындарыңызды көтересіздер. Солай былай дайындалып аласыздар. Мына бүйтіп иық қолдарыңызды көтеріп, 1-2 минут қолдарыңызды зыз еткенше ұстап тұрасыздар. Осылай ұстап тұрасыздар. Одан кейін былай қарай қисаясыздар, жанына қарай, жанына. Ровно тік тұрып осылай қисаясыздар. Одан кейін қолдарыңызды түсіріп, былай артқа қарай бүйтіп істейсіздер, өстіп істейсіздер. Денелеріңіз икемге келтіріп жатырсыздар. Еңкейіп жүруден құтыласыздар, Құда қаласа, осылай тұрасыздар. Одан кейін жаңағы иықтарыңызды алға қарай бүйтіп 3-4 мәрте 7 рет, біздің киелі сан 7, артқа қарай 7 рет істейміз. Одан кейін бүйтіп иығымызға апарамыз, сөйтіп аспанға бұрып тұрып, жұлдыздарға қараймыз, бір секунд тұрамыз. Одан кейін басымызды орнына келесі иығымызды апарамыз, сөйтіп аспанға керіп тұрып қараймыз, керіп тұрып қараймыз. Одан кейін барлық қолдарымыздың бәрін сілтеп, аяғымызды дір-дір сілтеп, қолдарымызды сілтеп, сөйтіп өзіміз орнына келеміз. Сөйтіп, осылай қабырға түсіп, одан кейін үйдің ішінде мен қаншайымын, мен патшамын деп жүресіздер. Корольдер мен королеваларды бұрынғы заманда қалай қарсы алған халық, осы сыртқы тұлғасына қарап қарсы алған. Қалғанын сағат 2-де, 2:30